Сәлем достар. Біреулер бұл жігітке жай ғана сәттілік жолдас болды десе, біреулер көптеп дайындалғанның арқасы дейді. Не болса да, бұл жолы оның сәті оңынан туғаны көрініп тұр. Бүгін біз сіздерге осындай керемет, ерекше сәттіліктерге тап болған жандардың видеоларының топтамасын ұсынатын боламыз. Ендеше кеттік. Шын өмірде магия болмаса да, осы ойындағы баскетболшылардың біреуі Феликс Бересис сиқырлы шәрбатын ішіп алған сияқты. Әйтпесе бұны қалай түсіндіруге болады? Артқа қарай көліктің аунап түскенін күтіп тұрсыздар ма? Бұл жүргізуші сіздерге оңай шағылатын жаңғақ емес. Ал мына жүргізуші болса өз ісінің шебері екені көрініп тұр. Ол GTA 5-тегі порттағы барлау миссиясын бірінші жолдан өтуші еді. Егерде сіздер президенттердің өмірі түрлі қауіптерден сақталған және де олардың өмірі толықтай қауіпсіз десеңіздер, қателесесіздер. Мына кадрларда Боливияның бұрынғы басшысы Эва Моралестің тікұшағының қалай апатқа ұшырап кете жаздағанын көруге болады. Абырой болғанда тікұшақтың пилоттары тікұшақта ақау бар екенін байқап, ұшып бара жатқан тікұшақты қайтадан орнына қойып үлгереді. Не де болса президенттің жолы болды. Non, ça va, mais j'ai eu trop de chance, c'est passé ici. Кейде өмірде бір ғана тактика жұмыс істейді. Ол қорқынышты ұмытып, тек қана алдыға басу керек. Мына жігіт солай жасады және де тірі қалды. Қараңыздаршы, жігіт тіпті өзіне өзі сене алмай тұрған сияқты. Мына жігіт қазір, Құдайым, планкада осыншама жыл бекер тұрмаппын деп ойлаған шығар. Темір кесуші болып жұмыс жасаған кезімізде екі ережені ұмытпауымыз керек. Біріншісі, бетімізді қою сақалмен, көзімізді мықты көзілдірікпен сақтауымыз керек. Мықты болғаны дұрыс. I would be freaking out. Oh no, stop it. Oh my gosh. I bet that person's freaking out. Бұл жолы төгілген сыра әдеттегідей төбелестің бастамасы болған жоқ, қуаныштың бастамасы болды. Мына жарыстың ұйымдастырушылары осыншама ағашы көп жерге не үшін жол салғанын білмейміз. Дегенмен де олар мына шабандоздың скиллін явно ескермеген сияқты. Мұндайды қазақтар періштесі қақты дейді. Yallah. Сәл ғана қисық келді. Мына адамдар не қарап жүргенін білесіздер ме? Бірнеше минут бұрын ғана осы жерде екі бірдей адам өліп кете жаздады. Арамызда бильярд түсінетіндер болса айтыңыздаршы. Тасты осылай түсірген адамға қанша ұпай беріледі?
演出喽，好的，boss。Иә, Барселона футбол клубының қазіргі қиын жағдайында осындай футболшы қажет. Клубов. Рат-трактың міндетіне тек қана қарды тазалау кірмейді. Сонымен қатар сноубордшылардың трюктарын ойлап табуға да көмектеседі. Осылай өлгей жатсаң да көмектеспей күліп тұратын достарыңды белгілеп кет. Адам мекендемейтін аралда мына жігіт оп-оңай өмір сүре алатын сияқты. Ал мына қызды оның жанына жіберу керек. Мына жігіт болмағанда мына әйел аурухананың төрінде жататын еді. Осторожно, зайдите обратно. Ну здесь снег валится с крыши. Через другой, отойдите! Не үшін құтқарушылар жолсыз жермен сырғанамау керек деп айтады? Міне осы үшін. Крутой жігіттер артындағы жарылысқа ешқашан қарамайды. Десе де қойып кеткен көлігіңе қараудың артықшылығы болмайды. Мына қыз енді нағыз Хисоканың қарындасы екен. Анимешниктер мен не айтып тұрғанымды түсінеді. Ал енді бұл жерде халяваға келген кезде стратег болып кететін достарыңды белгіле. We hit A3. Boosh. One. What do you think, Jeremy? It's gonna happen? Wait a sec. Okay. A3. Okay. It's gonna do it. Oh, yes! That was awesome. Таңертең орман ішінде жүгіргеннің плюстары: мықты физикалық форма және де шыдамдылық. Ал енді минустары: Ал бүгінше бізде осы, достар. Арнаға лайк басқан адамға сәттілік жолдас болсын. Сау болыңыздар.